Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәруменге бай және жасалуы өте қарапайым салаттың түрін көрсететін боламын. Бұл салатқа көп заттың қажеті жоқ, тек піскен қызылша, жуылған таза мейіз бен грек жаңғағы қажет болады. Ең алдымен қызылшаны күштен өткізіп аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналымдағы видео рецепттерге лайк басып, пікір жаза отырыңыздар, және де әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеле отырыңыздар, сонда ең алғашқы болып менің видеоларымды көре аласыздар. Қызылшаны осылай күштің көзінен өткізіп болған соң, грек жаңғағын ұсақтап бөліктерге бөліп аламыз. Дәміне қарай тұз себеміз, жаңғақ пен мейізді салып, 2 ас қасық майонез қосып араластырамыз. Міне жасалуы өте оңай, әр дәруменге өте бай. Дәмді салатымыз дайын болды. Осылай бетіне грек жаңғағы қойып сәндесеңіздер де болады. Ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар, және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.